21 күн қорытынды және жаңа бастама. Бүгін 21 күндік жолдың соңғы күні. Бірақ бұл соңғы нүкте емес. Бұл жаңа өмірдің басы. Сіз осы күндер ішінде өзіңізге уақыт бөлдіңіз. Ойландыңыз. Кейде қиын болды, кейде жеңіл болды. Кей тапсырмалар оңай орындалды, кейбірі күрделірек көрінді. Бірақ сіз осы жолдан өттіңіз. Ең бастысы, сіз тоқтамадыңыз. Адам өмірінде үлкен өзгерістер бір сәтте болмайды. Олар күн сайын жасалған кішкентай қадамдардан жиналады. 21 күн бойы сіз дәл сол қадамдарды жасадыңыз. Мүмкін барлығын мінсіз орындамаған шығарсыз, бірақ әрекет жасадыңыз. Ал әрекет өзгерістің бастауы. Енді өзіңізге қараңыз. 21 күн бұрынғы өзіңіз бен бүгінгі өзіңіз бірдей емес. Сіз ойланатын болдыңыз. Сіз өзіңізге назар аудара бастадыңыз. Сіз саналы түрде өмір сүруге қадам жасадыңыз. Бұл күн өзіңізді мақтайтын күн. Өзіңізге рахмет айтатын күн. Өзіңізді бағалайтын күн. Кейде адам өз жетістігін байқамайды. Мен әлі толық өзгермедім деп ойлайды. Бірақ өзгеріс басталды. Сіз бір шешім қабылдадыңыз, өзіңізді жақсарту. Сол шешімнің өзі үлкен қадам. Есіңізде болсын. Өзгеріс жарыс емес. Өзгеріс сапар. Әр адам өз қарқынымен өзгереді. Сіз осы 21 күнде ойыңызды, әдетіңізді, ниетіңізді реттей бастадыңыз. Бұл жаңа өмірдің негізі. Енді осыны тоқтатпай, жалғастыру маңызды. Бүгін өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен қандай өмір сүргім келеді? Мен қандай адам болғым келеді? Жауапты асықпай ойлаңыз. Сіз өз өміріңіздің авторсыз. Сіз таңдаған бағыт сіздің болашағыңызды анықтайды. Енді осы 21 күнде үйренген нәрселерді өмір салтына айналдырыңыз. Кішкентай әдеттерді жалғастырыңыз. Күн сайын аз болса да алға қадам жасаңыз. Bir күн өткізіп алсаңыз, өзіңізді жазғырмаңыз. Қайтадан жалғастырыңыз. Өмір мінсіз болу емес. Өмір тырысу. Өмір үйрену. Өмір алға жүру. Сіз бастама жасадыңыз. Бұл ең қиын бөлігі. Енді тоқтамаңыз. Өзіңізге сеніңіз. Жүрегіңізді тыңдаңыз. Сіз өз өміріңізді өзгерте аласыз. Сіз өз жолыңызды таңдай аласыз. Сіз өзіңізді жаңарта аласыз. Осы 21 күн соның дәлелі. Бүгін өзіңізге уәде беріңіз. Мен дамуды жалғастырамын. Мен өзіме қамқор боламын. Мен жақсы жаққа өзгеруді тоқтатпаймын. Бұл күн аяқталу емес. Бұл жаңа өмірдің басталуы. Достар, біз 21 күндік жолды бірге өттік. Осы уақыт ішінде әрқайсыңыз өзіңізге бір сәт болса да уақыт бөліп, ойлануға, өзгеруге, дамуға қадам жасадыңыздар. Бұл үлкен жетістік. Егер осы күндер сізге ой салса, жүрегіңізге жеңілдік берсе, өміріңізге кішкентай болса да өзгеріс әкелсе, демек бұл жол бекер болмады. Ең бастысы, бастадыңыздар. Ал бастаған адам міндетті түрде алға жылжиды. Өзгеріс бір күнде болмайды, бірақ күн сайынғы кішкентай әрекеттер үлкен нәтижеге алып келеді. Сондықтан тоқтап қалмаңыздар. Осы 21 күнде үйренген жақсы әдеттерді жалғастырыңыздар. Өзіңізге сеніңіздер. Ниетіңізді таза ұстаңыздар. Әр күн жаңа мүмкіндік. Әр таң жаңа бастама. Өзіңізді салыстырмаңыз. Әркімнің жолы бөлек. Ең бастысы кешегі өзіңізден бір қадам болса да алға жүру. Мен сіздердің өмірлеріңізге шын жүректен жақсылық тілеймін. Отбасыларыңызға береке, жүректеріңізге тыныштық, істеріңізге береке берсін. Достар, бірге дамуды жалғастырайық. Пікірлеріңізді жазып, қолдау білдіріп жүріңіздер. Алдағы уақытта да пайдалы, мағыналы күндермен бірге боламыз.